Құрметті оқырмандар, қазір мен бір бауырымызға келдім. Бір өкініштісі, әрдайым жалғыз жүретін, жақындары жоқ. Сіздер болып, біздер болып қол ұшын соссақ, нұр үстіне нұр болатын еді. Мына кабинет қой. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ахи, саған не болған бауырым? Біреуге ұқсатып отырсыз ба? Ау, Біреуге ұқсатып отырсыз. атыңыз кім? Есімде жоқ. Көмектесіңіз шаға. Ой, ахи, мен ғой Олжас. Екеуміз есіңде ме, Меккеде неше түрлі контент түсіретін едік, халықты күлдіртетін едік, пайдалы видеолар түсіретін едік. Көмектесіңіз шаға. Мен алып кетіңіздер. Халыққа қызықты контент жетіспей жатыр ғой. Рамазан айына бірге дайындалмаймыз ба деп келдім ғой бауырым саған. Жылда Рамазанды бірге өткіземіз ғой. Все, құрметті оқырмандар, қызықты контенттер басталды. Стористарды үзбей көріңдер. Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңдар. Ең қызықты әрі ең пайдалы контенттер тек қана осы парақшада. Неше түрлі дүние дайындап қойдық сіздерге. Видео 130 мың жинаған 13 сағатта. Біз екеуміз кеше видео түсіргенбіз екеуміз. 36 сағатта 100 мың лайк жинаса деді. Шашынды аласын қалай алғың келсе деді. Шаш ал деп баса алмайды. В общем, мысық машқарағым. Әбәдем шашын құртып жүр. Мұсылманның абыройы мұсылманға харам дейді. Машалла. Жаны. Керемет айттың. Мотиваторға жіберіп қойыңдар. Не жібересің ол? Ну типа. Сіздің абыройы төкпесін деген сияқты ғой. Немеде и уақытша берілген нығметтерді дұрыс пайдалану ғой. Дұрыс нәрсені насихаттау. Жіберетін адамға жеп қойдыр. Көтек көп сөйлей берме, басыңды жұлам, екі аяғыңды бір етті кетіп қалам. Много не базай. Шашты қалай аласың енді? Нормальный желание. Өзім темамай шашмай келешті. Қазір барамыз, Ахидің шашын аламыз. Варианттарды қалдырыңдар, қалай қылып аламыз, әдемі қылып па. Бірақ ертең алда түсетін видеоларым бар, иә. Болды, не өкетті, өшіш видеоң тамақ. Шебір зай. Мен қосына лайф қой. Керегі жоқ жерлерін кесіп тастаймын. Болды, ойбай қайтармай. Құда қаласа бүкіл қазақ елінің алдында сайрап жүр ғой жаңа. Сол конкретно, грамотно аузын жауып, екі аяғын тығып, ол тегін шықпайды. Мен тегін шығуға дайынмын да, любой Марста маған ринг қойса, маған ринг болса болды. Мен тегін шыға беремін, халық ел үшінші. Мен ақша дүние деп мұқтаж емеспін. Ол ақша сұрап жатыр. Ол біледі пе? Таяқ жейтін біледі ол, құлайтын біледі ол. И сол ақша сұрап жүр, ақша. Мен елге халыққа ол қорқып жатыр, қорқып жатыр дейді да. Бірақ на самом деле өзі қорқып жүрген кім? Өзі ақша сұрап жүр, тегін шықпаймын мен дейді. Аға таяқ жесем де ақша алып қалайын деп жатыр да ол. Любой жерге мен шығып жатайын, любой. Шам шошып кеттім ғой жынды. Ұрғындамай кел сенде. Салам алейкум, қайнаташка. Көбісі екеуміздің видеомыз сағынып жүр ғой деймін что-то. Ол сағынып жүр иә. Бәрі айтады видеоларыңыз болмай кетті ғой. Жаңағы оны істейсіз ғой, в общем. Айыр. Кір, төрлет. Ассалаумағалейкум. Ахи шашынды аламыз ғой, не істейміз? Алмайым шашын. Мына нәрсені ішіп көру керек еді. Мен кеткелі біраз жаңалық болып тұр. Мен 3 ай Меккеде болдым. Мынандай видеоларды сағынған шығарсыңдар, иә. Тамақтың адалдығы оның жәннатқа кіруіне бір үлкен септігін тигізеді дейді. Адам адал нәрсемен тамақтанса, ол жәннатқа кіру оңай болады. Ол қалай десе, если адам бір арамдықпен бір тамақ жесе, және қиямет күні есеп қисабы болады ғой. Тамақ жегеннен кейін оның ішіне сіңіп, ол ет болады. Ет болып қатқалады ғой. Ал жәннатқа арам нәрсе кірмейді ғой. Біз ойлаймыз ғой, сахабалардың барлығы мықты болған, андай болған. Ал негізі сол мықтылардың артының барлығында әйелдері тұрған ғой. Қалай десе, олар үйінен шығатын кезде үстеріне киімдерін кигізіп, белдеріне қылыштарын беріп, айтады екен ғой, біз мына дүниенің аштығына шыдаймыз дейді. Бірақ өлгеннен кейінгі, яғни тозақтың азабына шыдай алмаймыз. Сол үшін үйге не алып келсең де адалдан алып кел дейді. Біз аштыққа шыдаймыз, бірақ тозақтың азабына шыдамаймыз деген осындай бір күшті сөз есіме түсті. Болды, бісміллә бастаймын. Біздің украшенияны көрдің ба? Айтпақшы кеткен видеодан көрдім, былай байқамадым. Күшті. Эстафетаны қабыл алдым. Енді үй алсам болды. Сен қашан үйленесің, ә? Мен үйленсем, өмірдегі қыздардың бір миссиясы мен мәні бітіп қалатын сияқты. Сен самолетпен көп ұшпа жай ма? Самооценкамен соғылып қаласың, әйтпесе.
Короче, Рамазанға дайындық. Бірақ қазір ораза оңай болатын сияқты став, иә? Ораза өте оңай, қиын жері жоқ. И оразаның сауабы да өте үлкен болады. Ол қалай десең, андай короче, қара. Қияметте сенің анаң болады. Келеді да саған сұрайды, маған сауабыңды берші дейді, маған бір ғана сауап жетпей жатыр дейді. Сен не деп айтасың? Жоқ деп айтасың. Себебі ол Құранда келген. Маған да анам келеді, саған да анаң келеді. Біз кәдімгідей жоқ деп айтамыз. Сенің әкең келеді. Сонда да не дейді? Біз жоқ деп айтамыз ғой, өзіме жетпей жатыр дейміз. Қиямет күні сондай ғой. Ал Алла тағала оразаның сауабын айтып қойды. Ораза ұстадың ба? Алла тағала саған 1000, 2000, 1 миллиард, 100 миллиард деп жазбайды. Періштелер де оның сауабын жазамайды. Оның сауабын мөлшерін жазбаңдар дейді. Оған тек қана ораза ұстады деген сауап жазыңдар, оның сауабын мен өзім беремін дейді. Ал енді қара, Алла тағала мен өзім беремін деп айтса, кішкентай нәрсе береді деп ойлайсың ба? Бір оқиға еске түседі, бір патша болған екен, қалаға шығады да, короче, бір кішкентай баланы ойнап жүрген көреді. Баланы шақырып алады да, қолына 1 динар береді, короче. Не ол динар? Алтын теңге сияқты бар ғой, 1 динар береді. Сосын ана бала айтады ғой, мен алмаймын дейді. Патша айтады, не үшін алмайсың дейді. Әкем айтқан маған, ана бөтен адамдардан ақша алма деп айтқан дейді. Ол ақшаны маған патша берді деп айтса дейді. Жоқ, папам сонда да сенбейді дейді. Не үшін сенбейді десе, патша болып тұрып маған 1 динар бере ма дейді. Короче, тура сонда бір қалта дорбаны алып кеткен ғой дейді. Тура сондай ғой, Алла тағала да бірдеңе берем деді ма, значит оның сауабы өте мол болады. Сол үшін оразаны ұстау керек. Если осы видео 100 000 лайк жинаса, шашымды Олжас қалағандай алам. Болды ғой ақи? Давай. Шашыңды алып тұрып қой. Давай. 100 000 лайк. Давай 36 сағат болсын, давай. В общем, 36 сағаттың ішінде 100 000 лайк жинау керек. Болды. Менде бір четкий прическа бар ше, соны істейік давайте. Мынау спордан ұтылды, шашын аламыз қазір. Дұрыстап алшы, пожалуйста. Қалт десе. Құдай сақтасын. Мына түр не болып кеткен. В общем, мына шашты қазір өзгертеміз, переход болады. По бокам тейпер фейд сделай, четкий прям. Ей, Не? не ол? Ренжим етпекші, ренжим. Şimdi mına şaştı hazır өзгертеміз, переход болады. Вот тебе звук, чтоб прокачаться, пацан. Хасл чистый, мой хасл через WhatsApp. Палю на людей и палю их по глазам. Не мынау? Қалай? Ұнады? Анау видеолардағыдай істейме деп ойлап қалдым. Аяп кеттім сен. Түрі міне әп-әдемі болып қалды иә, қараңдаршы. Осындай жігіт есіктердің алдарына кеп тақ қызыңызды бересіз ба десе, ештеңе қарамай бересіңдер ғой.